Мақтаулар әлемдердің Раббы Аллаға болсын. Алланың салауаты пайғамбарымызға болсын. Алланың кешірімі осында отырған барша мұсылмандарға болсын. Біз білуіміз керек негізі. Bir адам мешітке келіп, Алланың сөзін тыңдайын, пайғамбардың хадисін тыңдайын, мүмкін өміріме пайдасы тиіп қалар шығар деп осындай тура жолға келуіміз бұл Алланың кеңшілігімен негізі. Егер бір адам адасып, Құдайдан алыстап жатса, ол Алла Тағаланың әділдігімен. Сол себепті де Құдай Тағала біреуді мәжбүрлеп мұсылман қылмайды екен, біреуді мәжбүрлеп басқа дін өкілі қылмайды. Сол себепті де Алла Тағала жындарды жаратты, адамдарды жаратты, өзін танып, өзін біліп, көркем түрде құлшылық ету үшін. Енді тақырып нәпсінің дәрежелері дейді. Абай атамыздың сөзімен айтсақ, жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады дейді. Сонда адам баласы дүниеге келген кезде екі түрлі мінезбен туыламыз. Оның біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам, екіншісі білсем деген. Яғни Құдай Тағала бірінші біздің нәпсімізді жаратқан. Өйткені ақыл кейіннен пайда болады. Осы біздің рухымыз өмір сүріп қалыптасу үшін бірінші нәпсі дамиды. Өйткені балиғатқа жетпей жатып, жасың 15-ке толмай жатып, күнә жазылмайды негізі. Сол аралықта қателесіп жатсаң, күнә жоқ. Ал қашан жасымыз балиғат жасына келген кезде сұраққа тартылатынымыз рас. Енді нәпсі араб тілінде қолдануына қарай жан, тән, құштарлық деген бірнеше мағынаны білдіреді нәпсі деген термин араб тілінде. Ал қазақ тілінде құмарлық деп көп қолданылады негізі, құмарлық. Енді осы ұстаздарымыздың насихаттары мысалға жүріп жатыр. Алдыңғы буын Алла Тағала іблістің жаратылысына мән беретін болсақ, шайтанды Құдайды көріп тұр негізі. Пайғамбарды біліп тұр адам атып. Періштелерді көріп тұр. Бірақ не үшін ол мұсылман емес? Бірақ сол оның бойындағы нәпсі жеңдейді. Яғни біздің бойымызда білуіміз керек, нәпсінің қалаулары деген бар, сосын ар ожданның қалаулары деген бар. Яғни ар ождан бойымыздағы адалдық, әдептілік, жанашырлық деген. Ал нәпсінің қасиеттері мақтаншақтық, жалқаулық, дүниеқоңыздық, көре алмаушылық. Енді айтылған сипаттардың барлығы бәріміздің бойымызда бар, оны жасырудан қажет жоқ. Bir адам дүниеге қызықпаймын деп айтып жатса, ол жалғаншы екен. Себебі Құдай Тағала ар ожданға, яғни жақсы қасиеттерді бойымызға берген, және де нәпсінің жаман қасиеттері бар. Сол себепті де бұл алып жатқан мәлімет біздің мінез құлқымызды толықтай өзгертпеуі мүмкін, мінезімізді. Бірақ көзқарасымызды өзгертеді екен ғой. Құдай Тағала бізге қандай мінез құлық берді, біз солай өмір сүреміз және өтеміз негізі. Бірақ осы шариғаттағы іліммен біздің көзқарасымыз сәл де болсын өзгереді. Себебі осы шариғатқа қарай өмірімізді туралауға тырысамыз. Мысалы, бір оқиға болса, сол оқиғаны 10 адам көрсе, 10 түрлі сөзбен жеткізіп, ол бұрмаланады. Сол себепті біздің әлсіздігімізді біліп, Алла Тағала өзінің осы шариғатын түсірді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам уақытында бір адам болған. Ол адам
пайғамбардың тірі күнінде күнәнің үлкен кішісіне қарамай жасап жүрген ғой бір күні. Бірақ мұсылман сәті келген кезде мұсылмандардан ұялып намаз оқи салады, ораза ұстай салады, болмаса жақсылықта жүреді. Бірақ үлкен күнә, кіші күнә олардың бетіне қарамайды. Бір күні пайғамбар алейхиссалату вассалам өзінің Раббысына қайтқан кезде, қайтыс болған кезде, әлгі адам бірден өзгерген ғой. Әбу Бәкір қарап тұрып таң қалады. Мынау пайғамбардың көзі тірі кезінде басқа еді, қайтыс болғаннан кейін өзгеріп кетті ғой. Кейін әлгі жігітті шақырып алып, сен неге бұлайша өзгердің деген кезде айтқан екен. Мен Құран оқитын адам ғой бәрібірде. Мына аят бар. Араларыңда пайғамбар тұрған кезде Алланың азабы келмейді деген аят дейді. Оқыдым дейді. Бірден сол нәпсіме жағып, көңіліме тоғыдым дейді. Күнәні жасап жүрдім, Құдайдан қорыққан жоқпын, өйткені пайғамбарға сеніп жүрдім дейді. Ал пайғамбар кеткеннен кейін мен кімге сенем дейді. Өз-өзімді қорғауым керек дейді. Сөйтіп намазын оқып, оразасын ұстап, көзқарасын туралап, құлшылыққа келе бастағанда, сол секілді мынау кейбір пайғамбардың достарында да бір айырмашылықты оқып байқайсыз. Мысалы, Әбу Бәкір, Алла оған разы болсын, не үшін көп хадис риуаят етпеген мысалы? Пайғамбардың қасында көп жүрді. Абу Хурайра, Алла оған разы болсын, ол ең көп риуаят еткен сахаба. Екеуі де бір уақытта бір заманда өмір сүрген кісілер. Себебі Абу Бәкір жаңағы пайғамбар алейхиссаламның мен айтпаған сөзді айтып қоятын болсаңдар, орындарыңды тозақтан дайындай беріңдер деген сөзді естіп, артық пайғамбардың айтқанын жеткізбеген. Өйткені қорыққан ішкі жан дүниесінде. Пайғамбар айтпаған айтып қойсам, тозақтан бір-ақ шығармын деп. Ал өмірін қарап тұрсақ, Әбу Бәкірді тірі күнде пайғамбар сүйіншіліп кетті, сен жәннатқа кіресің деп. Ол енді пайғамбар алейхиссалам Әбу Бәкірге тура сол кезде жәннатқа кіресің деп айтқан кезде қуанған шығар, қуанады ғой, бірақ кейін ол сезім басылады да қайттан қорқыныш қалпына келеді. Ал Әбу Хурайраның айтқан уәжі себебі, егерде бір адам шындықты біліп тұрып айтпайтын болса, ол аузы болған шайтан дейді, шындықты көріп тұрып айтпаса. Ал ол сол хадисті біліп тұр, естіп тұр, күнәні көріп тұр. Үндемей қалсам шайтан болып қалам ба, шындық ішіме қалып кетем ма деп, ол соны естіп қорқып амал еткен. Сонда қарап тұрсақ, осы дәріс болып жатыр ғой, әркім өзіне керектісін қабылдайды негізі. Негізі солай. Ол барлығы адам орындап кете бермейді. Өйткені сіздің қайсыңыз шамаңыз жетіп тұр қай сөзге, соны өміріңізде үлгі етесіз негізі. Сол себепті де ертедегі данышпандар айтқан екен, кім өзіне Алладан артық дос бар деп ойласа, Алла тағала жайлы танымы аз болған дейді. Кімнің нәпсіден үлкен дұшпаны бар деген ойы болса, нәпсін дұрыс білмеген дейді. Яғни біз іштей біліп жүруіміз керек екен, нағыз дос әлемдердің Раббы Алла екен ғой. Себебі Құдай бізді жаратты, дұрыс па? Сыртқы суретімізді. Ішкі әлемде де Алла жаратты. Ұстазымыз айтпақшы, сен мына өмірде сүріп жатсың дейді, бірақ өзің ішкі әлеміңде жүрсің дейді негізі. Ішкі әлеміңмен мына әлемді тараздайсың негізі. Ішкі әлемің кең болса, кең қабылдайсың, тар болса, тар болады жаңа. Сол себепті де біз өзіміздің ішкі жан дүниемізде кейбір қынжылысты жұртқа жеткізе алмайтын нәрсені біз осы намазда, болмаса жеке қалған кезде Аллаға айтуымыз керек екен ғой. Алла түсінеді негізі. Өйткені сынақты берген Алла. Мысалға. Сол өзі жаратқаннан кейін өзінің пендесін беске біледі. Сол қиындығымызды, көз жасымызды Құдайға көрсету керекіміз. Нағыз дос Алла. Ал басқа бір адамға көрсететін болсақ, ол тыңдауы мүмкін, бірақ бір рет тыңдайды, екі рет тыңдайды, содан кейін сені көрсе қашатын болады да.
мынау сол өзінің мәселесінен басқа ештеңе айтпайды деп жек көріп кетеді. Ал біз қашан Аллаға айтып сол нәрсені үйренеміз, өмірімізде де жеңілдік болады. Ал нағыз ең үлкен дұшпан бұл нәпсіміз екен. Енді Құдайға өзіңнің сырыңды айту үшін де, Құдайды дос тұту үшін де біз Алланы тануымыз керек. 99 есім арқылы, есім сипаттар арқылы. Енді нәпсінің түрлері бұл Құранда келеді екен. Біріншісі нәпсул әммарро дейді. Жамандыққа бастаушы нәпсі дейді. Өйткені басым көпшілік адамда осы нәпсул әммарро өзін жамандыққа бастаушы нәпсі. Бұл кәпірде де болады, мұсылманда да болады. Яғни күнәнің бетіне қарамай жасай береді. Бірақ та мына нәрсені білуіміз керек. Абу Ханифа, Алла оны рахым алсын, бір шәкірті сұрақ қояды. Осы біз дейді, Құдайды танимыз дейді. Құдайды білеміз дейді. Құдайдың айтқанын тыңдаймыз. Бірақ кейде Алланың айтқанынан бет бұрып Аллаға қарсы келіп жатамыз дейді. Бұл күпірлік емес па дейді мысалға. Бұл қалай дейді. Сол кезде имам Абу Ханифаның түсінігі терең ғой, мысалы айтады да, сен әке-шешеңді жақсы көресің дейді. Әке-шешеңді құрметтейсің дейді. Бірақ кейде айтқанның барын орындай бермейсің ғой. Кейде сенің еркелігіңді көтеріп жатады ауыр сөздерін, мысалы кешіріп. Бірақ арғы жағында бәрібір ата-анасын адам құрметтеп тұрады, ішіндегі бір сезім болып тұрады деген секілді. Сол секілді біз кейде нәпсіге, осы жамандыққа бастайтын нәпсіге еріп кеткен кезде Құранның аятын біліп тұрсақ та, хадисті біліп тұрсақ та, сол нәрсені жасаймыз, амал жоқ. Бірақ жасап болғаннан кейін біз Құдайдан ұялады екенбіз ғой. Өкінеміз. Бірақ ол күнә істеңіз, адам Құдайды жек көріп кетпейді негізі. Құдайға ерегіскеннен де жасамайды. Сол себепті де осы жамандыққа бастайтын нәпсі бізді ылғи күнәға итермелеп тұрады. Оған қоса шайтанның да бір қанымызда ағып жүрген өмірі бар, ол да азғырып тұрады. Басқа көзімізге көріп тұрған нәрсе де азғырып тұрады. Сол себепті де пендені де түсінуге болады. Мына ұстазымыз айтушы еді, не үшін періштелердің, пайғамбарлардың, сахабалардың, әулиелердің иманы біздікімен бірдей дейді. Осы иманның алты шарты бар ғой, барлығымыздікі бірдей негізі. Ешкім айта алмайды, мен 90% Аллаға сенім, 10% күмән сияқты деп ешкім айта алмайды. Иманымыз бірдей де сеніміз. Бірақ жаңағы кейбір мәселеге байланысты амалдарымыз әртүрлі. Өйткені пайғамбардың артық болуы Құдайдан хабар алып тұрды уақи. Періштелерді көріп тұр, дұрыс па? Мысалы Құранды оқып отыр. Жәбірел айтып отыр, алдыңғы қауым осы күнә үшін жоқ болып кетті деп. Уақидың түр-түрін көрді. Сол себепті де оның Құдайдан деген қорқынышы қатты екен ғой біздікіне. Пайғамбар алейхиссалам артықшыл тағы көзімен көрді сол азаптарды. Тозақтағында, жәннаттағында. Ал біз тек қана естіп жүрік қой. Естіп жүру бұл көрумен сәйкес болмайды. Біз айтады ғой, 1000 рет естігенше 1 рет көрсейші деп. Естіген бір бөлікті көру мүлдем басқа. Сол себепті де осы бойымыздағы жамандыққа бастайтын нәпсі кейде Алланың жөнін танымағандықтан, танысақ та, бірақ Құдайдан қорқынышымыздың аз болғандықтан осындай істерге адам барып жатады екен. Енді Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан, Алла оны рахмет етсін, соның сөзін келтірген екен. Адам баласы дейді, нәпсінің құлы, маңдайы тасқа тимей тоқтамайды деп айтқан. Мысалға, бір адам құмар ойын бастады делік. Құмар ойын. Сіз оған барып, бұл Құранда 4 істі Алла тағала қатарынан айтады, шайтанның лас істерінен деп. Соның 3-шісі осы құмар ойын. Сол құмар ойын, аға бұл зиян ғой. Ертең бұдан сіз аралмай қаласыз. Мінезіңіз болып кетеді, өміріңізге зиян тиеді деп айтса, ол тыңдап тұр да. Бірақ Құранның аятын көрсетіп тұрсаң да, жақсы
Құдай қаласа деп, бірақ баяғы жата, сол жатасы орындаған қоймай, бұрынғы құмар ойына қайтпай, дұрыс па? Бірақ ол сол құмар ойын ойнап, соңында өзінің пенделігімен қарызға кіріп, болмаса басқа бір заттарын кепілдікке беріп, барлығынан айырылып, соңы өліммен бетпе-бет келген кезде ғана адам баласы Алланың тегінен тегін харам етпеген екен ғой деген түсінеді екен ғой. Мына Әлихан Бөкейхан айтып тұрған сол екен, адам баласы нәпсінің құлы дейді, бәріміз құлмыз. Маңдайы тасқа тимей тоқтамайды дейді. Сол Құдайдың осы бізге не нәрсені болады, не нәрсені болмайды деген, біз болмайды деген нәрсені жасап жүре береміз, соңында маңдайымызға тиген кезде барып қояды екенбіз ғой. Сол кезде түсінеміз, оған дейін түсінбейміз. Сондаймыз негізі. Сол себепті де осы нәпсүл әммарадан құтылудың жолы осы Алланы танудан басталады. Біз қашан Алланы танып, шамам жеткенше дос тұта бастасақ, осы құлшылыққа кішкене келе бастасақ, адам баласы 5 уақыт намазға бір жұмадан бастайды. Бірден ешкім бастап кетпейді ғой 5 уақытта. Жұмаға келе бастайды, тыңдайды, ойлана бастайды, сезіне бастайды, кейін Құдайдан ұяла бастайды. Нәпсі, нәпсүл ләуама, сыншыл нәпсі, яғни өзі сөгетін нәпсіге айналады екен адамның жанының несі. Мысалы, Әбу Бәкір бұлар жәннатқа кіретіндіктері анық болғандықтан, Алла қаласа, біз олардың өмірін айта береміз, алыппаймыз. Өйткені жүрегі таза кісілер солар. Сол Әбу Бәкір мысалы жақсылықта алда жүрген кісі. Біреудің ала жібін аттамақ түгіл жақсылық өткен кісі. Өйткені Омар, Алла оған разы болсын, бір күні Әбу Бәкірдің соңынан аңдып жүрген кезде, Әбу Бәкір бір танымайтын мұсылман да емес ана кемпір кісі. Соның үйіне барып, үйін тазалап беріп, шайын қойып беріп, тамағын дайындап беріп, кетіп қалады екен. Сөйтіп Омар көріп таң қалған екен да. Сонда Әбу Бәкірдің соңынан аңдып жүріп, біз айтпаған бір амалының түрі мынау дейді. Ал біздің көзімізден көрсетпей жасаған амалдар қаншама дейді. Өйткені бір отырыста Пайғамбар алейхиссалам көптеген жақсылықты айтады, бүгін кім жасады деп. Әбу Бәкір бәрінен тұрып мен дейді. Таң атпай жатып бүкіл жақсылық жасағанда. Өйткені ол кісі өмірдің өтіп жатқанын біліп отыр. Әрбір уақыттың құнды екенін беске біледі. Жатпайды бейғам ұйықтап. Сонда адам баласы осы Құдайды танып, нәпсүл ләуама, өзін сыншыл нәпсі, өзін есептеп жүретін нәпсінің, пенденің нәпсі осы нәпсіге көтеріледі деген. Мына Құранда Алла Тағала айтады, бисмилла, «Вәлә уқсиму бин нәфсил ләуама» дейді. Сөгіс беруші сыншыл нәпсіге есет дейді. Адам баласы ертең заман ақыр келіп, үлкен қиямет басталып кеткен кезде, өзін өзі сөгу сол кезде басталады. Бұл өмірдегі өкініші. Бірақ бұл өмірде де ол өмірге жетпей, өзіміздің ішкі жан дүниеміздегі тілгетігін тіспілет деген сияқты, тіскетігін тілбілет деген сияқты, өзімізді ылғи есептеп жүретін болсақ, көп өкініп, Алладан көп кешірім сұрап жүретін болсақ, иншалла біздің бұл бойымыздағы нәпсіміздің ләуамаға жеткендігінің белгісі екен. Мысалы, Әбу Бәкір не үшін таудай амалдарын тардай көрді? Жәннатқа кіресің деп айтып тұр. Әлде ол кісі күнәға батып жатыр ма, үлкен күнә жасап жүр ма? Күнәсі жасап жүрген жоқ, дұрыс па? Бірақ соның өзінде менің күнәм көп қой деп ұшып кетіп баратын кезде, құстың аузындағы шөпке болса құсқа қарап қызыққанда, әттеген-ай, құс болып жаратылғанда ғой, ертең мынаның сұрағы болмайды деп ше. Құсқа қарап қызыққан. Ал бізде түк жоқ, біз не үшін сеніп жүрік мысалға? Бір жәннатқа кіретіндей. Ал олардың амалымен біздікін салыстыруға да келмейді мысалға. Бірақ сол үшін ол кісі сондай болды, біз мынандай болдық. Сол себепті де осы біз Омар радиаллаху анху айтпақшы, сенен есеп алынбай тұрып, өзіңе өзің есеп бер деп есептеп жүретін болсақ, біздің нәпсіміз сәлде осын тәрбиелене бастайды. Ұстазымыз айтушы еді, сен бір үлкен күнә жасап қойсаң дейді, Алладан кешірім сұрада, Аллаға уәде бер дейді, енді жасамайым деп. Бірақ сен уәдеңді бұзасың дейді, біраз күннен кейін дейді.
Сен бұзып қойғаннан қайтадан Алладан кешірім сұрда, қайтадан Құдайға уәде бер дейді. Ол қайтадан бұзасың дейді. Адам солай қайталап жүріп, уәде беріп, бұзып жүре беретін болса, бір күні ол да күнәсін тастап кетеді екен ғой. Өйткені Алладан ұялғаннан. Сол себепті де Аллаға шүкір, Құдайды таныған адам пенделікке салынып, нәпсінің еркіне беріліп, шайтанға болмаса басқа бір факторларға еріп, амал жоқ күнәға барып қалуы мүмкін. Бірақ біз ылғи Алладан кешірім сұрап, өзіміздің сол қателігімізді мойындап жүретін болсақ, иншалла, оның да бір жеңілдігі болады. Мысалы, иә, мойындаймын, намазым түгел емес. Мойындаймын, оразадан қашып жүрген адаммын. Мойындаймын, біреудің ала жібін аттаған адаммын. Мойындаймын, досым деп жүріп, бірақ көзі кеткеннен кейін оны жамандайтын адаммын. Мен сондаймын деп Алланың алдында өзіміздің қандай пенде екенін айтып жүретін болсақ, біздің нәпсіміз сол кезде түзеледі екен. Ал өзімізді ақтап, басқа біреулерді даттайтын болсақ, бұл да дұрыс емес. Біз мұъмин деп өзінің нәпсін сынаушы адамды айтамыз дейді. Өйткені ол айтқан сөзімен нені қаладым, жеген тамағымен нені қаладым деп үнемі өзін сынап отырады. Ал пасық адам қадам басқан сайын жақсылықтан ауытқи береді, өзін бұл үшін жазғырмайды. Яғни алдыңғы пайғамбар алейхиссалам көзін көрген сахабалардың әрекетінде жасаған таудай амалдарын тардай көріп, күнәларын таудай көрген. Ерсін ұстазымыз айтпақшы, біз қашан өмірдегі жасаған амалымызды азғантай көретін болсақ, Алланың алдында сауап еселенеді екен да, күнәні менсінбей, кішкентай күнә жасап жүрмін десек, Алланың алдында оның саны есеге түседі екен ғой. Себебі үлкен күнә үшін адам Алладан кешірім сұрайды да, кіші күнә үшін кешірім сұрамайды ғой адам. Мысалға, елемейді да ғой. Бізде ұстазымыз айтпақшы, әдемі сөздер бар дейді. Сол күнәні жалғыз мен ғана жасап жүр дейсің ба деп. Болмаса сенің күнәңді мен ақ көтерейін деп. Ақыретте өзім ақ жауап беремін деп. Болмаса барғаннан кейін көреміз деген әдемі сөздер бар ғой. Ұстазымыз айтады да, барғаннан кейін көреміз деп айтатын тойма не саған дейді. Ұнамаса қайтып кететін. Ондай жоқ. Сол секілді осындай Алланың дініне қарсы келіп қалатын сөзден сақтанғанымыз дұрыс екен. Өйткені бұл Құдайдың парыздары, тыйған тыйымдары бұл жаңағыдай бір әзілдің ортасына қосатын нәрсе емес. Себебі біреудің құлшылығына тиісіп, Құдайдың атына сөз сөйлеп, ертең Алламен жеке қалған кезде намазды мен парыз еттім ғой, оразаны мен парыз еттім ғой, сен не үшін оқымаса болады деп айттың, ұстамаса болады деп айттың деп сұрақ қойса, жауабыңды жоқ. Мысалы, Аллаға не деп айтамыз, қай бетімізді? Ол біреу сізге келіп болады деген сөзді алмайынша кетпейтін адамдар болады. Соның өзінде сақ болуымыз керек. Оның көңіліне қанша қарап тұрсақ та. Бұл парыз, бұны мешіттегі жамағаттар қылған жоқ, бұл Алланыкі деп. Шамаңызға қарай көріңіз деп. Оны сұрау болады міндетті түрде деп, осы жағында айтып қойғанымыз дұрыс. Өйткені бұл парыздарда Алланың алдына шығып кетуден сақтануымыз керек. Үшіншісі, нәпсүл мутмаинна дейді. Жаны жай тапқан нәпсі дейді. Енді бұл Құран кәрімде жан жай тауып, Аллаға иман келтіріп, құлшылық етіп, дұға жасап, көңілі орныққан нәпсі деп айтылған дейді. Яғни Фаджр сүресінде. Енді бұл нәпсүл мутмаиннаға жетпей жатқанымыз рас, дұрыс па? Кім айтады менің нәпсім мутмаинна деп? Сол осы нәпсіге жеткен, жан жай тапқан нәпсінің иесі намаздан ләззат алады екен ғой. Біз Аллаху акбар деп сәлем беруге асығып, тезірек тәсбihін тартып, Алла қабыл етсін, кемшілігін кешірсін деп қоя саламыз, дұрыс па? Бұлар керісінше намаздың бітпеуін қалайды екен ғой. Мысалы, Алла Тағаланың есімі уақытында бір жігіт үйленген екен жаңадан. Сөйтіп, әйелі отағасы, сіз мұсылмансыз, 2 рәкат намаз оқып алыңыз деген. Жарайды деп, дәретін алып, намаз оқып жатқан кезде әйелі күтіп жатыр, келмейді. Сөйтіп таң атқан ғой. Күйеуі таң намазға келіп тұрды, әйелі тұрды, дәрет алды дейді. Отағасы, сізді күттім үшін келмедіңіз? Жауап жоқ. Сөйтіп, бірінші, екінші, 3 күн өткен ғой. 3 күндегі сол бір іс әрекет. Кейін жаңағы
жігіттің әйелі қыздың әкесіне шағымданған екен, мынау балаңыз өзі денсаулығы жақсы ма деп. Сөйтіп әкесі әлгі баласымен сөйлескен. Сен некетінде не болды деп. Сол кезде әлгі жігіт айтқан екен. Дұрыс деді, әйелімді қалап тұрмын, маған ұнап тұр, көз тартар сұлу. Бірақ намаз оқып, Аллаху акбар деп Алланы ойлаған кезде әйелімді ұмытып кетемін деген. Мысалға. Кім айта алады намазда сондай қымбат нәрселерді ұмытып кетемін деп? Керісінше жоғалтқан нәрсең есіңе түсіп жатады, дұрыс па? Намаздың бір пайдасы. Өйткені бұл салаф солихтардың уақытында имам Абу Ханифаның кезінде болған. Имам Абу Ханифа білген негізі осы намаздың. Бір адам затын жоғалтқан кезде имам Абу Ханифа шынымен намаз оқуды өсиет етеді. Жоғалған затты есіне түсетін білді ол. Сол секілді біз нәпсіл мутмаиннаға жетпесек те, бірақ осы нәпсі осыған жеткен кісілердің өмірін оқып, соларға ұқсауымыз керек. Өйткені қашан біз Алла тағала нағыз дос деп, Құдайды танып, шамалымыз жеткенше құлшылыққа сабыр етіп, кем кетік үшін Алладан кешірім сұрап, біреудің ала жібін аттамай жүретін болсақ, иншалла біздің де нәпсіміз реттеле береді. Оған уақыт емші. Соңғы сөзімізді айтайық. Мынау Пайғамбар алейхиссалам алғаш 13 жыл бойы Алла, Алла деп ақыреттің күнін айтып келді. 13 жыл бойы таухидке шақырған. Мысалға. 13 жыл бойы Алланы айта беру оңай емес. Ол жерде қолдан жасалған мүсіндерді сындырып тастағаннан да пайда жоқ екен ғой. Өйткені пұт олардың жүректерінде тұр. Сындырғанмен бәрібір жүректері сол нәрсені қалап тұр. Сол себепті бір адамның қолындағы нәрсесін тартып алғанмен бізге пайда жоқ екен. Оның ішіндегі қалауы болып тұрады. Сол 13 жыл бойы Құдайды таныстырып, Құдайды білдіріп, сондай Аллаға серік қоспайтындай дәрежеге жеткен кезде, Мәдинаға көшкен кезде қалған 10 жылында осы ғибадаттар қосылды, парыздар, тыйымдар мысалы. Сол секілді біз де құлшылыққа келгенімізге 3 ай болып, 3 жылда періште болып кетпейді ешкім. Сен намаз оқығаныңа 5 жыл болып түк өзгермепсің деп те айта алмайсың. Нәпсінің күресі, өзіңді тәрбиелеу бұл өлілгенше. Өмір бақи. Сен нәпсіңді 80 жасқа келіп тәрбиелеп жүріп, бірақ қай уақытта өлетініңді де білмейсің. Жақсы адам болып, соңында құлшылықтан шаршап кетіп, күпірлік істеп, Құдайды мазақ қылып, сондай күйде өліп кетуің де мүмкін мысалға. Біз білмейміз. Пайғамбар тегін айтып тұрған жоқ, соңғы амалдарың есепке алынады деп. Сол себепті де оның да нәпсін тағы түзелудің бір себепкері осындай ортамызға да мән беруіміз керек. Себебі қазақта айтып кетпекші, жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат дейді. Ол бәрібір де әсер етеді. Көршің қандай болса, саған да бір зарар тиеді. Сол секілді осындай мешітке келіп, қаншама ұстаздардың алдында отырсыздар. Көңіл шіркін мың құбыл, мың өзгерек, дұрыс па? Тозақты айтса қорқып, жәннат айтса қуанып. Біз тіпті өміріміздің соңы бітіп, көзімізге көркем періште келіп, жанымызды көркем түрде суырып алса да, қабірде оянған кезде қорқады екенбіз. Қабірдегі сұраққа жауап берген кезде рахаттануымыз мүмкін енді. Бірақ қабірден кейін үлкен қияметтер тірілген кезде тағы қорқамыз. Сөйтіп көңіліміз мың құбылады екен ғой. Бір уақытта тұрмайды, еш уақытта. Бірақ жәннаттан айтатын соңғы сөзі Әлхамдулиллахиллади адхаба анил хазан. Барша мақтаулар Аллаға болсын, жүрегімдегі шаңның тозаңдай уайымды кетірген дейді. Сондықтан жәннатқа кірмей тыныштық жоқ. Субханака ва бихамдика нашхаду ан ла илаха илля анта настағфирука ва натуб. Аллахумма тақаббал минна иннака антас самиул алим. Аллаху акбар. Сұрақ бар еді. Жоқ, ол именно сол нәрсені түсіріп жіберсең.